Бәріне сәлем достар. Түрмеден қашу өте қауіпті іс. Ақыл, тапқырлық, жылдамдық, күш-қуатты талап ететін нәрсе. Бүгінгі түрмеден қашу оқиғалары соншалықты қызық әрі таңғаларлық, тіпті шытырманды фильм түсіруге болады. Бұл тақырып сіздерге қызық екені сөзсіз. Чой Кап-пок. 49 жастағы қылмыскер Чой Кап-покты 12 қыркүйек 2012 жылы тұтқындаған. 6 күннен кейін Чой өзінің камерасынан қашып кетеді. Ол қалай болғаны деп таңғаларсыздар. Ол бұлай болған. Оңтүстік Кореяның Тэгу қаласындағы полицей бөлімшесінде Чой Кап-пок тұтқында отырған. 6-шы күні таңертең Чой полицейлерден крем сұраған. 3 күзетші ұйықтап қалғасын. Чой үсті басына крем жағып, темір тордың тамақ беретін қуысынан сырғанап шыққан. Чойдың бойы 164 сантиметр болған, және ол 20 жыл бойы йогамен айналысқан. Тамақ беретін қуыстың ұзындығы 15 сантиметр, ал ені 45 болғанына қарамастан тапқыр қылмыскер сыртқа шығып үлгерген. Өзіне уақыт ұту үшін жастығын көрпемен жамылдырып кеткен. Бастапқыда Чой көлік ұрлап қашпақшы болған, бірақ полицейлер жолдың бәрін бекітіп тастайды. Сосын амал жоқ, қылмыскер тауларға қарай бет алған. Қашқынды арнайы топтармен, иттермен, тіпті тікұшақпен іздесе де қолға түсіре алмаған, себебі қуық қашқын тек түнде ғана қозғалған. Қашу барысында Чой біреудің лашығын тонап, ішіне хат қалдырады. Өз хатында Чой кешірім сұрап, жалған айыпталған ұрлықшы Чой Кап-пок деп жазып кетеді. Полицейлер хатты тапқасын Чойдың ізіне түседі. Бірнеше күннен кейін қашқын қолға түседі. Сосын оны тамақ беретін қуыстары кішкентай түрмеге отырғызады. Паскаль Пайе. Паскаль Пайе франциялық банк тонаушы және кісі өлтіруші. Бұл қылмыскер тікұшақтарды алып, қашқаннан кейін бүткіл Францияға аты шықты. Паскаль бір рет емес, тіпті 2 рет емес, 3 рет тікұшақты ұрлап, түрмеден қашып кеткен. Немесе ұшып кеткен деуге де болады. 1999 жылы тұтқындалған Паскальды Францияның Люин ауылында орналасқан түрмеге жібереді. 2001 жылы Паскаль өзінің сыбайласы Фредерик Импокомен түрмеден тікұшақпен қашып кетеді. Оларды Паскальдың досы ұрланған тікұшақпен алып кетеді. Полицейлер бірнеше жыл бойы бетсіз қылмыскерді қолға түсіре алмай әлек болады. Ол аздай 2003 жылы Паскаль Пайе тағы бір тікұшақ ұрлап Люиндегі түрмеге ұшып келеді. Паскальдың жоспары өзінің қалған достарын алып қашу болатын. Бірақ жоспар жүзеге аспай қалады. Паскаль Пайені жалғыз өзін жеке камераға отырғызып қана қоймай, әр 6 ай сайын басқа түрмеге ауыстырып отырады. Енді анық қаша алмайды деп ойларсыздар. Бірақ 2007 жылы Паскальдың 4 сыбайласы тікұшақпен келіп, түрменің шатырынан оны алып қашады. Нағыз экшн фильмдегідей. Десек те, Паскаль бостандықта ұзақ қалқып жүре алмай қалады. Бірнеше айдан кейін оны Испанияда тұтқынға алды. Бұл жолы Паскальды қайда жіберді, қай түрмеде ұстап отыр, белгісіз. Франция тәртіп сақшыларына алдыңғы қашу оқиғалары әбден шекелеріне тиген секілді. Көбелек. Анри Шарьер франциялық қылмыскер. Оның кеудесінде көбелектің татуировкасы болған екен. 1931 жылдың қазан айында Анриді кісі өлімінде айыптап 30 жылға түрмеге қамап, оған 10 жыл қара жұмыс жасау жазасы тағайындалған. Францияда кішкене уақыт өткізгесін Анриді Гвиананың Сен-Лоран-дю-Марони абақтысына ауыстырады. 1933 жылы Анри және 2 тұтқын абақтыдан қашып кетеді, бірақ кеме апатына ұшырап ұсталып қалады. Соған қарамастан Анри қайтадан қашады. Бұл жолы оған үндістердің тайпасы пана береді. Ол тайпада бірнеше ай өткізіп, Анри жолға шығады, бірақ қайтадан ұсталып қалады. Анри Шарьерді Іблістің аралына жібереді.
Ол жақта байғұс қашқын 2 жыл жеке камерада қамауда отырады. Аралдағы жағдай өзінің атына сай сұмдық болады. Неше түрлі аурулар, аштық, зорлық-зомбылық. Анри Ібіліс аралынан да бірнеше рет қашып көрмекші болады, бірақ оны қолға түсіріп, аямай жазалайды. Ол тозақта 11 жыл өткізіп, Анри Шарьер Ібіліс аралынан қашып кетеді. Қапты кокосқа толтырып, таудан суға секіреді. Кокосқа толы қапты құтқару шеңбері ретінде пайдаланып, Анри 3 күндей теңізде жүзіп жүріп, ақыры жер бетіне шығады. Оны қайтадан ұстап алып, Венесуэладағы түрмеге қамайды. Бірақ 1 жыл өткесін босатып, Анриге азаматтық береді. Оның атышулы қашулары мен көрген азабы өзінің Папион, яғни көбелек атты кітабында баяндалған. Және бұл кісінің өмір баяны бойынша Көбелек атты фильмде түсірілген. Бәлкім көрген де боларсыздар. Міне осындай оқиғалар, достар. Осы видео сіздерге ұнаған болса, аямай лайк басып кетіңіздер. Арнама жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір жазылып, қоңыраушаны мыжып кететін сәт. Жалпы, түрмеден қашу туралы тағы видеолар күтесіздер ме? Пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Баршаңызға аманшылық. Көріскенше.